Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз энергия және динамика араласқан есептер. Бірінші есебіміз кішкене шарик осындай мертвый петлядан өтеді дейді. Яғни ең минимальны керек биіктіктен құлап өтеді. Сол кезде ол альфа бұрышын жасаған жердегі А нүктесіндегі қысым күшін табыңыз дейді. Және де бұл жерде ешқандай үйкеліс күші жоқ деп есептеңіз дейді. Сонда минимальный деген не сөз? Ол мына затымыз біздің былай барып мына петлядан өту үшін оның ең жоғарғы нүктесінде ол нүктеге почти тимей өту керек та. Оны деген сөз, яғни ол жерде бізде ауырлық күші центрден итергіш күшпен тең болады. Яғни реакция күші ол жерде нөлге тең. Осы бізде ең минимальны биіктік деген осы жағдайда болады. V квадрат GR-ға тең. Сосын біз мына жерде биіктіктің 2R екендігін білеміз. Бастапқыда биіктік бізде H болады. Сонда энергия сақталу заңын жазатын болсақ, және де жерді біз потенциалдық энергияның нөлге тең болатын жері деп алатын болсақ, бастапқы энергия mgh, соңғы энергия mg2r қосылған mv квадрат бөлінген r. mv квадрат бөлінген r-дың орнына біз gr-ды атой тұрыңыздар, мына жерде мен теріс жаздым. mv квадрат бөлінген 2 кинетикалық энергия солай болады. Біз mv квадраттың орнына mgr-ды жазатын болсақ, h бізде 2 жарым r-ға тең болады. Жақсы, енді біз мына нүктеде потенциалдық энергия бізде неге тең? Ол мына жақта r-ға тең, ал мына жоғары жақта ол мына тік бұрышты үш бұрыштың жанындағы катет болады. Жанындағы іргелес катет ол r косинус альфа. Демек, осы нүктеде биіктік r, h биіктік r бір қосылған косинус альфаға тең. Және де осы нүктеде әсер ететін күштердің диаграммасын сызайық. mg тіке астыға қарай әсер етеді. mv квадрат бөлінген r ол центрден сыртқа қарай әсер етеді. Және де былай қарай fa әсер етеді. fa. Так, біз mg-ді, мына бұрыш бізде альфа болатын болса, мынау да альфа. Біз mg-дің проекциясын сызсақ болады. Былай қарай. Проекция неге тең? Іргелес катет болғандықтан mg косинус альфа болады. Сонда бізде қысым күші неге тең? mv квадрат бөлінген r азайтылған mg косинус альфаға тең. Энергияның сақталу заңы бойынша біз жылдамдық тауып аламыз. Сол жерде жылдамдық бізде va болсын. va. mg 2 жарым r бастапқы энергия тең болады. Соңғы энергия неге тең? mgr бір қосылған косинус альфа қосылған mv a квадрат бөлінген 2. Және осы жерде m-дарды қысқартып жіберіп va квадрат табатын болсақ, va квадрат неге тең? 5 gr азайтылған 2 gr азайтылған 2 косинус альфа gr. Сонда va квадрат ол gr 3 азайтылған 2 косинус альфаға тең. Және де біз мына күштің формуласына жазайық. fa тең болады. mv квадрат бөлінген r ол mg 3 азайтылған 2 косинус альфа азайтылған mg косинус альфа. Сонда бізде жауабымыз mg, мынау 3 азайтылған 3 болады. Сосын 3 mg 1 азайтылған косинус альфа болады. Келесі есеп. 3r бөлінген 2 деген биіктіктен зат бастапқы жылдамдықсыз құлайды. Және де ешқандай үйкеліссіз бүйтіп құлап бара жатып,
мынандай траекториямен ұшады, иә. Сол жердегі біздің мына h деген биіктік неге тең дейді, бета деген бұрыш бізде неге тең дейді. Біз бұл жерде бұның ұшатын мына жердегі нүктесін де мынандай жылдамдықпен былай қарай ұшсын. Және де ол бұрыш бізде альфа деген бұрыш болсын. Сонда мынау 90 азайтылған альфа, мынау альфа болады, бізде. Альфа. Мынау альфа болатын болса, мынау биіктік бізде неге тең? Мынау r болса, мынау r синус альфа болады. Және де мынау бізде r-ға тең. Мына жердегі биіктігіміз бізде r1 қосылған синус альфаға тең. Бұл жылдамдық v болсын. Бұл жылдамдықты тауып алуымыз керек. Және де осы нүктеде бұл ұшатындықтан осы нүктедегі күштердің қатынасы қалай болады? Мынау mg болса, мынау бізде альфа болатын болса, мынау альфа. Бұлай қарай mv квадрат бөлінген r әсер етеді. Ал бұлай қарай не әсер етеді? Кері қарай әсер ететін күш mg-дің проекциясы. Яғни мына проекция. Демек, бұл mg синус альфа болады. Яғни, так как мына жерде ол еркін ұшады, реакция күші нөлге тең. Яғни mv квадрат бөлінген r тең болады mg синус альфа. m-ді қысқарады. Яғни v квадрат gr синус альфаға тең. Энергия сақталу заңын жазайық. mg 3r бөлінген 2 тең болады mgr 1 қосылған синус альфа қосылған mv квадрат бөлінген 2. v квадраттың орнына осын жазатын болсақ, біз синус альфаны тауып аламыз. gr 3 бөлінген 2 тең болады. Мынаған 2-ден бере салайық сразу. Бұл 2gr 1 қосылған синус альфа бөлінген 2 қосылған gr синус альфа бөлінген 2. gr-ларды қысқартып жібереміз. 2-лерді қысқарса, үстіңгі жақта не болады бізде? Мұнда 3 қалады, 3 тең болады. 2 қосылған 2 синус альфа қосылған синус альфа ол 3 синус альфаға тең. Демек, 1 тең болады 3 синус альфа. Синус альфа болса 3-тен 1-ге тең. Жақсы, енді осы жерде біз сразу мына қызыл әріппен жазып қояйық. Бізге керек нәрсе бұл жылдамдық, иә? v квадрат бізде неге тең? gr бөлінген 3-ке тең. Және де екіншіден бізге синус альфа керек. Оны да таптық. Болды, әрі қарай. Енді біз мынандай, h бізге керек. Кішкене h-ты да жазайық. r1 қосылған синус альфа 3-тен 1. 3-тен беретін болсақ, бұл 4r бөлінген 3. Яғни мына жердегі биіктігімізді біз таптық. Енді әрі қарай мына биіктік бізде неге тең болады? h' дейік. Ол h' жылдамдықтың проекциясының, яғни vy квадрат бөлінген 2g-ға тең. Бізде жылдамдық v бұрыш альфа болатын болса, vy неге тең? V көбейтілген косинус альфаға тең. Синус альфа 1 бөлінген 3 екенін білеміз. Косинус альфа неге тең? 1 азайтылған синус квадрат альфа, иә? Яғни 9-дан береміз. Значит, 8 түбірасты 8 бөлінген 3 болады. Сонда бізде h' неге тең? Жылдамдық v квадрат косинус квадрат альфа бөлінген 2g. v квадрат бізде gr бөлінген 3-ке тең екендігін білеміз. Косинус квадрат альфа 8 бөлінген 9. Және де бөлеміз 2g-ға. g-лар қысқарады. 2 мен 8 қысқарады. 4 қалады. Сонда мұнда 4r бөлінген 27 шығады. Значит, біз мына жерден h-ты тауып аламыз.
H неге тең? H штрих қосылған H-қа тең. Максимальный биіктік. 4R бөлінген 27, қосылған 4R бөлінген 3. Мынаған 9-дан береміз, бірден. Сонда 10 көбейтілген 4 ол 40 R болады, астында 27 болады. Так, енді қараңыздар. Бізде мына жердегі жылдамдықты табу үшін, мына жердегі бұрышты табу үшін біз бұл жерде жылдамдықты екі проекцияға бөлсек болады, иә? Мына y штрих, мына vx штрих. Так, мына жерде бізде жылдамдық тек қана vx болады. Ол да бізде неге тең? V, мына vx. V көбейтілген синус альфаға тең. Яғни 1 бөлінген 3, түбір асты gr бөлінген 3. Енді бұл vy квадратты қалай тапсақ болады? Vy квадрат тең болады 2g h болады, иә? Себебі бастапқыда мына жерде ешқандай жылдамдық жоқ. Мына жерде vy 0-ге тең. Vx штрих ол vx-ға тең болады. Сосын мына бұрыш бета болса, мына бұрыш бізде тоже бета болады. Сонда тангенс бета неге тең? Vy штрих бөлінген vx штрих. Тангенс бетаны жазайық. Яғни ол 2g түбір асты 40 r бөлінген 27 бөлеміз. Vx ол gr бөлінген 27 түбір асты. gr бөлінген 27. Сонда түбір асты 80 болады. Калькулятормен табайық. Бұл қаншаға тең екен? 80-нің түбір астысы. Бұл арк тангенс болады. 83,6. Сонда шамамен бұрышымыз 83,6 градусқа тең болады. Так. Мына есепті шығарып болдық. Енді келесі есеп. Кішкентай шарик бекітілген сфераның үстінен бастапқы жылдамдықсыз құлайды дейді. Кішкентай шарик бекітілген сфераның үстінен бастапқы жылдамдықсыз құлайды. Сонда бұл шарик қандай жылдамдықпен құлайды? Мына жерден примерно құлап кетеді. Қандай бұрышпен құлайды? Және де қайтадан былай көтерілген кезде, яғни былай көтеріледі ғой. Қандай биіктікке дейін көтеріледі? Бізге мына биіктік және де мына бұрыш керек. Біріншіден бұл мына жерде қандай биіктіктен құлап түсетіндігін біз тауып алайық. Оның бұрышы да керек бізге. Яғни біз мына бұрышты альфа деп алатын болсақ, онда мына жерде жылдамдығымыз да 0 болсын, иә? Так, егер мынау бізде альфа болатын болса, онда мына бұрыш бізде альфа болады. Так, мына биіктігіміз бізде h неге тең болады? R 1 минус косинус альфа болады. Біріншіден энергияны жазамыз. mgh тең болады. mv0 квадрат бөлінген 2. H бізде, яғни R 1 минус косинус альфаға тең. Себебі мына қашықтық, мынау бізде R косинус альфаға тең. Сонда бізде v0 квадрат неге тең? 2g R 1 минус кос альфа. Және де мына жерде биіктік бізде неге тең болып тұр? Биіктігіміз, алғашқы биіктік
h штрих r бір қосылған косинус альфа болып тұр. Яғни жылдамдықтың екі проекциясы бар бұл жерде. Мына проекция ол v0 кос альфа болады. Бұлай астқа қарай vx 0. vy0 ол v0 синус альфа болады. Сосын біз мына күштердің несін жазайық. Бұлай қарай бізде v0 жылдамдығы болатын болса, мына бұрыш бізде альфа болатын болса, онда бұлай қарай астқа қарай mg, үстіге қарай mv квадрат v0 квадрат бөлінген r. Және де мынау бұрыш бізде альфа болатын болса, бұлай проекциясы неге тең болады? mg косинус альфа болады. Және де n 0-ға тең болады. Себебі осы нүктеде ол еркін құлай бастайды. Яғни осында жазайық. mv 0 квадрат бөлінген r тең болады mg косинус альфа. Яғни v0 квадрат ол gr косинус альфаға тең. Осы екі нүктені, осы екі теңдеуді бір-біріне теңестіру арқылы біз v0-ді және косинусты таба аламыз. Gr косинус альфа тең болады 2gr 1 минус косинус альфа. Сонда 3 косинус альфа тең болады 2-ге. Косинус альфа 2 бөлінген 3-ге. Демек v0 ол 2gr бөлінген 3-ге тең болады. Түбірасты. Так, енді мына бетаны табу үшін бұл жерде біз vx-ті және де vy-ті табуымыз керек. vx неге тең? Ол vx 0-ға тең, яғни v0 косинус альфаға тең. vy неге тең? Ол vy 0 квадрат қосылған 2gh'-қа тең. Төмен қарай түскенде оның жылдамдығы көбейеді ғой. Осы арқылы келесі бетке жазайық. Так, vx тең болады v0 косинус альфа, яғни 2 бөлінген 3 түбірасты 2gr бөлінген 3. Демек бұл 8gr бөлінген 27 болады түбірастында. vy неге тең? vy 0 бізде v0 синус альфаға тең, 2gr бөлінген 3 көбейтілген синус квадрат альфа қосылған 2gr 1 қосылған косинус альфа түбір астында. Так, біз косинус альфаның 2 бөлінген 3 екендігін білеміз. Онда синус альфа бізде неге тең болады? 1 азайтылған косинус квадрат 4 бөлінген 9. Мынаған 9-дан беретін болса, онда түбір асты 5 бөлінген 3 болады. vy бізде неге тең? 2gr бөлінген 3 көбейтілген 5 бөлінген 9 қосылған. Мынау 1 қосылған косинус альфа неге тең болады? 5 бөлінген 3-ке тең болады. 2gr 5 бөлінген 3. Мынаған 9-дан береміз, мынаған 1-ден береміз. Сонда түбір астында 10 көбейтілген 10, яғни 100gr бөлінген 27 болады. Сонда тангенс бета неге тең? Міне, vy бөлінген vx-қа тең, 100gr бөлінген 27, мынау түбірасты 27 бөлінген 8gr. 27gr-лар қысқарады. 100 бөлінген 8 ол түбірасты 12,5 болады. Так, 12,5-тің түбірастының арктангенс 74,2 градус болады екен. 74,2 градус. Қандай максималды биіктікке көбейеді? Жоғары көтеріледі. Бұлай vx пен енді бұлай қарай. Енді жерге ұрылған кезде упругий удар дейді, серпімді соққы. Сол үшін қайтадан вертикальды жылдамдығы vy-ға тең болады. Бұрышы бета болады.
Және максимальный биіктігі неге тең болады бұл жерде? Max y квадрат бөлінген 2g-ға тең болады. y-тің квадраты 100 gr бөлеміз 27-ге, и оны 2g-ға бөлеміз еще. Сол кезде 100r бөлінген 54 болады екен жауабымыз. Келесі есеп. Кішкентай шайба полушар, жарты шардың басынан сырғанайды. Жарты шар болсын, басынан сырғанып, осына бір моментті қарастырыңыз дейді. Сол моментте оның несі, оны әсер ететін күші, А деген нүкте дейік, FA күші, шайба полушарға mg бөлінген 2 деген күшпен әсер етеді. Сол моменттегі тангенциалды үдеуін табыңыз дейді. Тангенциалды үдеуі неге тең дейді. Енді осы моментті қарастырайық. Бұл жерде бізде күш mg болсын, мына бұрыш бізде тета болсын, тета. Центрден итергіш күш mv квадрат бөлінген r. Сонда мына күшіміз бізде 2 проекциясы болады. Бұлай қарай mg кос альфа болады. Бұлай жоғары қарай fa болады. Бұлай қарай mg синус тета, косинус тета. Онда fa бізде неге тең болып тұр? mg кос тета азайтылған mv квадрат бөлінген r. Бұл бізде mg бөлінген 2 болып тұр. Сосын mg синус тета тең болады ma тангенциалды, тангенциалды үдеуі бізде ж синус тета, яғни біз тетаны табуымыз керек екен. Және де бұл жерде мына биіктігіміз h биіктігіміз неге тең? Мына астыңғы жағы r косинус тетаға тең ғой. Онда мынау r бір азайтылған косинус тетаға тең. Енді энергия сақталу жағын жазайық. mgh тең болады mv квадрат бөлінген 2. Яғни v квадрат неге тең 2gr бір азайтылған косинус тета. Осыны мына күштің формуласына жазып, біз косинус тетаны таба аламыз. mg косинус тета азайтылған 2mg бір азайтылған косинус тета. Арлар сарып кетті. Тең болады mg бөлінген 2. 2-ден, 2-ден бірейік. mg-лар қысқартамыз. Сонда 2 косинус тета азайтылған 4, қосылған 4 косинус тета тең болады 1. Сонда 6 косинус тета тең болады 5. Косинус тета бізде 5 бөлінген 6. Сонда синус тета бізде бір азайтылған косинус квадрат. 25 бөлінген 36 түбір астында болады. 36-дан беретін болсақ, 36-дан 25 азайтсақ, түбір асты 11 болады, астында 6 болады. Сонда бізде тангенциалды үдеу g түбір асты 11 бөлінген 6 болады. Енді соңғы есебіміз. Бізде мынандай кішкентай m деген массасы бар, монета бар, және де m массасында арба бар. Сонда мына m массасы тура ең астыңғы нүктені өтіп баратқанда бұның үдеуі неге тең дейді. Ең астыңғы нүктеде үдеуі неге тең. Ешқандай үдеу үйкеліс күші жоқ. Сонда біз былай жасайық. Бұл жерде сыртқы күш жоқ қой. Ішкі күш қана бар. Сол үшін импульс сақталады. Горизонтальный импульс сақталады бізде. Ал үдеу бізде мына жерде тек v относительный квадрат бөлінген r-ға тең. Относительный деген мынау неге арбаға немесе чаша осы ыдысқа относительно бұның жылдамдығы неге тең дейді. Біз былай жасайық. Мынау оған относительно болсын жылдамдық. Бірақ мынаның жылдамдығы былай қарай артқа қарай u болсын. Онда мынау да относительно u мен жүреді ғой. Сол үшін бұл жерден қандай жылдамдық
импульсты тауып алайық. mv относительно азайтылған u тең болады mu. Значит, v относительно неге тең? mu бөлінген m қосылған m. Және де энергияны жазатын болсақ, басында энергия mg-ға тең. Соңында бізде mv относительно азайтылған u квадрат бөлінген 2. Мынау жерге байланысты жылдамдығы. Және де mu квадрат бөлінген 2. Мынау бізде ыдыстың жылдамдығы. В относительно азайтылған u ол mu бөлінген m-ға тең. Значит, былай. m квадрат u квадрат бөлінген 2. m квадрат қосылған mu квадрат бөлінген 2. m-дар қысқарады, мынаған m-нан береміз. Сонда бізде m қосылған m u квадрат бөлінген 2m болады. Біз осы жерден u квадратты тауып алдық, ол неге тең? m квадрат gr бөлінген 2m m қосылған m. В относительно бізде неге тең болады? Ол m бөлінген m қосылған m u-ға тең. Жақсы, енді біз үдеуді қалай табамыз? Үдеу относительно m квадрат бөлінген m қосылған m квадрат. В относительно квадратын алып отырмыз. u квадрат бөлінген r. Так, m квадрат көбейтеміз. m квадрат gr бөлінген m қосылған бізде бұл жерде барлығы дұрыс па, біз қазір қарап алайық. Біз басында мына жерде қателесіппіз. Жақсы, ондай қателесулер ештеңе етпейді, ондай болып тұрады. Мына жерде m қосылған mu бөлінген m болады. Яғни мынау дұрыс шықты. Тек мына жерде біз наоборот жазуымыз керек. V относительно азайтылған u ол mu бөлінген m-ға тең. Так, мына жерді жазатын болсақ, керісінше жазамыз. Кішкентай m болады екен. Кішкентай m квадрат. Яғни m қосылған m-нің квадраты бөлінген кішкентай m квадрат r. Так, и 2m m қосылған m. m квадрат r-лар m қосылған m қысқарады. Сонда жауабымыз бізде m қосылған m g бөлінген 2m болады. Жақсы, осымен біз бүгінгі сабағымыз соңына келіп тірелді, аяқталды. Ал жақсы, сау болыңдар балалар. Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Так, біз сабағымызды жалғастырайық. Кинематика және динамика тақырыбына тағы бірнеше есеп шығарайық. Бірінші есепте суретте электронды сәуленің трубасы берілген. Сол жерде электрондар бастапқы V деген жылдамдықпен осыған кіреді. И суреттегідей мына L деген қашықтықтан бұлай астыға қарай бұрылып, алыста L қашықтықта тұрған экранға барып, Y қашықтықта түседі. Экранға тиеді. Осы жерде осы электрондарға осы жерде әсер еткен күш неге тең дейді.
осылай қиғаш жүрулеріне әсер еткен күш неге тең? Так, и бүкіл мына массасы, электрон массасы берілген, L қашықтығы берілген, үлкен L қашықтығы берілген, Y қашықтығы берілген, жылдамдығы берілген. Так, енді мынаның ішінде электрон бір қалыпты үдеудің әсерінен параболамен жылжиды. Парабола. Гравитациялық тартылыс өрісінде тоже кез келген масса параболамен жылжиды ғой, сол сияқты мына жерде де электрон параболам. Және де оған былай қарай А деген үдеу әсер етеді. Ол неге тең? F бөлінген m. Так, бұл енді жылдамдығы соңында не болады? V деген жылдамдық қалады. Сонымен қарай астыға қарай ода VY деген жылдамдық пайда болады. Ол неге тең? А көбейтілген Т-ға тең. Және де ол ортасымен салыстырғанда тағы бір кішкене мынандай бір дельта Y қашықтыққа аса қарай жылжиды. Так, уақыт неге тең? Т ол L бөлінген V-ға тең. Және де VY A-ға тең ғой, демек F бөлінген m көбейтілген L бөлінген V-ға тең. Дельта Y неге тең? Дельта Y ол A-т квадрат бөлінген 2-ге тең. Демек A дегеніміз F бөлінген 2me, Т дегеніміз L квадрат бөлінген V квадрат болады. Жақсы, енді екінші жағдайда, так, мына қашықтық неге тең бізде? Мына қашықтық бізде L азайтылған L бөлінген 2, себебі ортасына дейінгі қашықтық. Енді былай қарайық. Бізде электрон былай жылжиды. Мына нені қарастырайық. Так, бұның жылдамдығы V болса, асты қарай VY жылдамдығы болған. Жалпы жылдамдығы ол мына бағытта бағытталған, тета бұрыш. Мына қашықтық L азайтылған L бөлінген 2-ге тең, ал мынау болса Y азайтылған дельта Y-ға тең. Сонда тангенс тета неге тең болады? VY бөлінген V-ға тең. Немесе ол Y азайтылған дельта Y бөлінген L азайтылған L бөлінген 2-ге тең. Енді осының орнына жазайық. VY дегеніміз неге тең? FL бөлінген ME V. Оны V-ға бөлеміз, мына жерде квадрат болады, тең болады. Y азайтылған. Так, мынау FL квадрат бөлінген 2ME V квадратқа тең. Бөлеміз L азайтылған L бөлінген 2-ге. Дұрыс қой? Бүкілі дұрыс. Енді пропорциямен былай екі жаққа қарай шығарып жіберейік. L FL бөлінген ME V квадрат азайтылған FL квадрат бөлінген 2ME V квадрат тең болады. Y азайтылған FL квадрат бөлінген 2ME V квадрат. Мыналар қысқарады. Біздің күшіміз неге тең? ME V квадрат Y бөлінген L және үлкен L. Осындай күрделі есеп. Енді келесі есепті шығарайық. Келесі есепте 3 бірдей массадан тұратын жүйе берілген. Бұл жүйелер бірдей 3 серіппемен байланған, және де мына жерде жоғары жақта жіп арқылы жоғарғы бөлменің патологына байланған. Осы жіпті дереу кескен кезде осы денелердің үдеуін табыңыз дейді. Енді мына жерде күштерді табайық. Мұнда бізде mg деген күш әсер етеді. Так, ал жоғары қарай, былай қарай kx, былай қарай тоже kx деген күш болсын, ал былай қарай kx1 деген күштер әсер етсін. Ауырлық күші бар. Сонда мұна бұрышымыз бізде тета болатын болса, kx көбейтілген косинус тета
неге тең болады? mg-ға тең болады екі жақтан да. Енді мына жоғары жақта былай төмен қарай мында kx әсер етеді, мында да kx, және де мында ауырлық күші бар. Жоғары қарай бізде керілу күші бар. Бұрыш тета, бұрышта тета. Т неге тең? mg қосылған 2 kx косинус тета, Демек, т бізде kx косинус тета mg-ға тең ғой, т 3 mg-ға тең болады. Енді жіпті сразу жойған кезде не өзгереді? Т бізде нөлге айналады, басқа ештеңе өзгермейді. Демек, жіпті сразу жаққаннан кейін мына екі дене үдеулері нөлге тең, себебі олар ешқайда жылжымайды, ештеңе өзгермейді бұл жерде. Ал жоғарғы жақтағы денеге төмен қарай қандай күштер әсер етіп жатыр? 3 mg деген күш әсер етіп жатыр. Ол м-ға тең. Т жойылып кетті ғой. Сол үшін бастапқы сәтте жоғарғы дененің үдеуі 3g-ға тең, ал төменгі екі дененің үдеуі өзгермейді, нөлге тең болады. Енді келесі есепте массасы кішкене м денеге 2 К1 және К2 қатаңдығы бар серіппе жалғанған. Осы екінші серіппенің ұшына F деген күш әсер етеді. Егер тербелістер тоқтаса дейді, бұл зат жылжып бара жатыр бір қалыпты, тербелістер тоқтады. Сол кездегі мына екі серіппенің жалпы ұзаруын табыңыз дейді. Бірінші серіппені қарастырайық. Мына бір ұшына F әсер етеді, екінші ұшына K2 X2 әсер етеді. Бұл жерде біз серіппелердің салмағын есептемейміз. Сол үшін F K2 X2-ге тең. Екінші жағдайда мына жақта K2 X2 неге тең болады? K1 X1-ге тең болады. Яғни K1 X1 тең болады K2 X2-ге. Сонда біз бірінші теңдеуден X2-ні табамыз, ол F бөлінген K-ға тең. Ал X1 неге тең? K2 X2 деген F болады. Бөлінген K болады ол да. F бөлінген K. F бөлінген K2 және F бөлінген K1. Жалпы ұзару X1 қосылған X2 неге тең болады? F бөлінген K2 қосылған F бөлінген K1. Жақсы, енді тағы келесі есеп. Бізде мынандай дене бар дейді. Так, дене осындай жазықтықта жоғары қарай v жылдамдығымен жіберілді. Бұл жерде тангенс альфа миудан үлкен дейді. Осы дененің қандай уақыттан кейін жылдамдығы қайтадан v болады дейді. Жоғары қарай шығады, сосын төмен қарай жоғары қарай шығып, сосын төмен қарай түседі ғой. Бұл денеге бастапқы сәтте қандай күштер әсер етеді? Қарайық, мына жаққа қарай mg синус альфа. Ал n былай қарай болса, n неге тең? mg косинус альфаға тең. Және де үйкеліс күш әсер етеді. Бастапқы сәтте оның үдеуі a1 неге тең? a1 тең болады g синус альфа қосылған үйкеліс күш ол мю g косинус альфа болады. Көбейтілген m. Так, онда ол t1 уақыттан кейін бастап ең биік нүктеге дейін шығады екен. t1 неге тең? v бөлінген a1. v бөлінген g синус альфа плюс мю косинус альфа. Кейін ол төмен түсе бастаған кезде, төмен түсе бастағанда оған mg синус альфа, бірақ осы сәтте артқа қарай үйкеліс күш әсер етеді. Мю mg косинус альфа. Сонда үдеуі екінші жағдайда оның g синус альфа минус мю g косинус альфаға тең. Онда уақыты t2 v бөлінген a2-ге тең. Қайтадан сондай v жылдамдығына үдеулету керек қой. Синус альфа минус мю косинус альфа. Синус альфа шынымен мю косинус альфадан үлкен, себебі есепте берілген тангенс альфа мюдан үлкен деп. Сонда жалпы уақыты оның t1 қосылған t2-ге тең. Ол неге тең?
v бөлінген g. Екеуін бір-біріне берейік. Астыңғы жағында онда не болады? Синус квадрат альфа минус мю квадрат косинус квадрат альфа. Жоғарыға қарай, жоғары жағында 2 көбейтілген синус альфа болады. Жақсы, осымен біздің есебіміз, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.